Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Көксу ауданынан келіп тұрмын. Бүгінгі мен жасаған техникамның аты робот қорған деп аталады. Бұл робот қорғанның негізгі мақсаты бұл қорғаныс саласын автоматтандыруға және де адам шығынын азайтуға. Осы робот арқылы біз үйде жатып өзіміз телефон арқылы басқарып, робот қорған өзі соғыс болып жатқан жерде террористер басып кірген кезде бұл өзі соғыса береді, ал біз тек үйде жатып телефонмен басқарамыз. Сол кезде адам шығыны болмайды. Соған арналған. Мен бұған көп уақыт жұмсадым. Қанша уақыт екенін нақты білмеймін, бірақ май айынан бастап жасап жатырмын. Бұған менің өзімнің папам және де ағайым, мен, көмекшім төртеуміз жабылып жасадық. Енді бұл құрылғы қалай іске қосылады? Қалай жұмыс жасайды бұл? Бұл құрылғы бағдарлама арқылы. Бұнда сіз өзіңіздің ұялы телефоныңызға бағдарламасын орнатып, ұялы телефон арқылы басқарасыз. Ал енді артында дрон сияқты орнатылған. Ол не үшін? Бұл жерде қасына келекші, өзіңіз асықпай кеңінен түсіндіріңізші. Барлығын көрсетіп, айтып. Ең бірінші, біздегі ең бастысы бұл шетте дөңгелектер, механикалық дөңгелектер. Механикалық дөңгелектер бұлар алдыға артқа, және ең бастысы бұлар екі жанына да жүре береді. Дрон бар, дрон қондырғысы. Дрон арқылы біз алыстағы, мысалы, таулы, орманды, тоғайлы жерлерді телефон қойып, сол жердегі террористерді, мысалы, танктерді басқада басып кірген. Соларды бақылауға арналған. Дрон арқылы яғни көтеріліп, қайтадан шығады. Бұл сонда түсінгенім бойынша дрон құрылғыны басқарып отырады. Яғни алдындағы қауіп қатерді ескертіп отырады. Көрсетіп. Солай. Және де күн сәулесіне қуаттанады, солай? Күн сәулесіне қуаттанады, және де бізде генераторлар арқылы да қуаттанады. Бізде гаджеттер, барлық ұялы телефондарымыздың барлығы өшіп қалған кезде, батарейкалар өшіп қалған кезде осы күн сәулесі нетеді. Тіпті өзінің кілті бар екен, көліктік сияқты. Оталдыруға бола ма бұны енді қазір?